Ой, айналайын ғана. Біздің зиялы дейтін. Шегіртке десе ренжисіңдер. Тышқан десе ренжисіңдер. Серікжан тышқан деді сендерді. Анау ақын жазушыларды. Тышқан емес, кризасыңдар сендер. Айналып қана кетейін, жазықсыз қазақтар сотталып жатыр. Bir ауыз шығарсаңдар, мемлекеттік сыйлық алу үшін осылай тоңқайып тұра беруші ме едіңдер? Бүкіл ұлттың басы болып, ұлт алдына шығып сөйлегенде сондай едіңдер ғой. Құлаштап өлең оқығанда сондай едіңдер ғой. Өтірік бірдеңе тауып сахнада жылағанда сондай едіңдер ғой. Халықты уайымдағансып. Енді шыртылдатпай, анау Айгерім Тілеужанға, анау жазықсыз сотталып басқан бүкіл қаңтаршыларға көмектессеңдерші, сұрасаңдаршы. Дұқтарың жоқ, чортсыңдар ма? Білгем мен сондай екендеріңді. Сондай болғаннан кейін халық осындай отыр ғой, сендер сондай мал болғаннан кейін. Халқыңның еркелігін көтеретін адам, сені еркелігіңді көтеретін халық қалмапты. Айналып қана кетейін, халықтың үстінен күн көрген осындай сорлыларды асырақпай шыққан халыққа рахмет айтыңдар. Билікпен бірге көзін құртатын нағыз сендерсіңдер. Зиялы болып жүрген зиямды өңшең. Ел үстінен күн көрген шегіртке тышқандар.